Қадір түні. Арабша Ләйлат аль-Қадр, қасиетті түн. Ораза айының соңғы 10 күнінің бірінде болады. Бұл түн туралы Құран Кәрімнің Қадір сүресінде айтылған. 5 аяттан тұратын сүреде Құранның Қадір түнінде түсірілгендігі, оның 1000 айдан қайырлы екендігі, бұл түнде Жәбірейіл періште Алла әмірімен жер бетіне түсіп, адамдарға қызмет ететіндігі және таңға дейін тыныштық болатындығы айтылады. Қадір түні періштелер мұсылмандарға дұға оқып тілеулес болады. Жасалған ғибадаттың 1000 айға, яғни 83 жылға тең болатындығына байланысты мұсылмандар Қадір түнін құлшылықпен өткізуге тырысады. Кейбір риуаяттарға қарағанда Қадір түні Рамазан айының 27-ші түні. Дегенмен Қадір түнінің дәл қай күн екені белгісіз. Сондықтан тақуа кісілер ораза айының соңғы 10 түнін түгелдей құлшылықпен өткізеді. Қадір түні бүкіл адамзатқа Құран түсе бастаған ерекше қасиетті түн. Араб тіліндегі қадір сөзі мән, маңыз және өлшем деген мағынаны білдіреді. Сонымен қатар бұл сөз құдірет мағынаны да қамтиды. Қадір түнінің қасиетін жұмыр басты пенде өз ақылымен біле алмайды. Сондықтан оның қадір қасиетін жаратушымыздың өзі Қадір сүресінде біз оны, яғни Құранды Қадір түні түсірдік. Қадір түнінің не екенін білесің бе? Аллах тағала білдірмесе қайдан білесің? Қадір түні 1000 айдан да артық. Ол түні Аллахтың рұқсатымен кез келген іс үшін рух пен періштелер түседі. Әсіресе ол түнді ғибадатпен өткізгендер үшін таң атқанға дейін Аллахтың рахымы мен есендігі жауады, деп баяндайды. Сүйікті пайғамбарымыз Аллах Қадір түнін үмбетіне сый ретінде тарту етті. Бұл бұрынғы үмбеттерге берілмеген деп, бұл сыйдың қадірін білуге шақырады. Тағы бір хадисінде кімде-кім сауабын тек қана Аллахтан күтіп, ықыласпен сол түнді ғибадат жасаумен өткізсе, күнәлары кешіріледі дейді. Сондықтан мүмкіндігінше әрбір пенде Қадір түнінде берілетін сыйдан мақрұм қалмауға тырысуы керек. Ол түнді бос өткізбей, дәрет алып, 2 бас болса да намаз оқып, Аллах тағаланың шексіз мейірімінен шын жүректен сұрап, дұға еткен жөн. Пайғамбарымыз басқа уақыттарда әрбір жақсылықтың сауабы 10 есе болса, Ережеп айында 100-ден асады, Шағбанда 300-ден асып, Рамазанда 1000 есеге артады. Жұма түндері 1000 еседен асып, Қадір түнінде 30 мыңға дейін жетеді деген. Тағы бір хадисте Рамазан айы бойынша ақшам және таң намазын жамағатпен оқыған адам Қадір түнінен көп несібе алады деген. Қадір түні пайғамбарымыздың үмбетіне деген терең сүйіспеншілігінен туындаған дұғасының құрметі үшін қабыл болған. Имам Маликтің Муатта атты еңбегінде риуаят еткен бір хадисте пайғамбарымызға алдыңғы үмбеттердің өмірлері көрсетілгендігі айтылған. Пайғамбарымыз сол сәт, ұзақ өмір сүрген осы үмбеттер жасай алмайтындай амалдарды менің үмбетіме аз уақыт жасай алуды нәсіп ете көр, деп дұға жасағанда, Аллах тағаланың 1000 айдан қайырлы осы Қадір түнін нәсіп еткендігі баяндалған. Қадір түні 1000 айға тең деп Құранда айтылған. Бұл сан есеп бойынша 83 жыл 4 айға тең келеді. Демек Қадір түніндегі құлшылығымыз 83 жылдық ғибадаттың сауабына тең болмақ. 95 жылдық адам өмірін алсақ, оның 15 жылы балиғат жасы болып саналады. Сонда толық 80 жыл өмір сүргені. Ендеше адам өмірінде бір Қадір түніне деп келу, бүкіл өмірін құлшылықпен өткізгендей сауапқа кенелтеді. Қате, кемшіліктер, күнәлар кешіріледі. Хадис шәріпте кімде-кім Қадір түнін артықшылығына сеніп, Алла тағаладан сауап күтіп, құлшылықпен өткізсе, оның өткен күнәлары кешіріледі делінген. Қияметте Аллах тағала хикметімен емес, құдіретімен амал етеді. Сол сияқты Қадір түнінде де Аллах тағаланың құдіреті үстем болады. Ол түннің қадірін білгендерге Аллахтың мейірімі мен берекесі жауады. Ал одан құр қалмау адамның рухани сергектігіне байланысты.
Пайғамбарымыз үйреткендей, мұсылман баласы әрбір ісіне өзіне берілген ең соңғы мүмкіндік секілді қарай білуі керек. Сол себепті қадір түнін енді көрем бе, көрмеймін бе дегенде өте бір мұқияттылықпен өткізгені жөн. Құдіреті шексіз Раббымыз үмбетіне рахымдылық қалағандықтан қадір түні Рамазан айының қай түні екенін ашық айтпаған. Бұл сынақ әлемінде мүміндер ұдайы Аллахтың разылығын іздеп, құлшылық жасасын деген мақсатпен жаратқан иеміз бұдан да басқа өте маңызды нәрселерді құпия қылған. Мәселен, өмірдегі ажал белгісіз, адамдар арасындағы әулиелер белгісіз, көркем есімдерінің арасында Аллахтың ұлық есімдері белгісіз, жұма күнгі дұғаның қабыл болатын уақыты белгісіз. Күллі құлшылықтың ішінде Аллахтың разылығы қайсысында екені, дәуірлердің ішінде қияметтің қашан екені, Рамазан айында қадір түнінің қай түн екені белгісіз. Сонымен қатар пайғамбарымыз бұл түннің Рамазанның соңғы 10 не 7 күнінде тақ күндердің бірінде екенін айтқан. Алайда ислам ғұламаларының көпшілігі оның 27-ші түн екендігін мақұлдаған, әрі бүкіл мұсылман әлемі бұны осылайша қабылдаған. Әрине, бүкіл жұртшылық осылай сеніп, осылай қабыл еткен болса, Аллах тағала да миллиондаған құлдарының ниетін қабыл етіп, ол түнді шын мәнісіндегі қадір түні етер, иншаллах. Қадір түнінің белгісі. Әбу ибн Кахб Алла елшісінен қадір түнінің белгілері жайлы мынандай деректер жеткізген. Ол түн тыныш болады, қатты ыстық, қатты салқын да емес. Алла тағала кейбір адамдарға түсінде немесе өңінде білдіреді. Сол түннің нұрлы екенін көреді. Кейде жүрегіне осы қадір түні екендігін білдіреді. Алла тағала барлығын білуші. Әбу Дәуд қадір түнінің таңында күн шуақсыз туады, көтерілгенге дейін бір табақ секілді болып көрінеді, дейді. Қадір түніндегі құлшылықтар. Қадір түнінде жасалған дұға тілектер қабыл болады. Абдулла ибн Омардың риуаят еткен хадисінде Алла елшісі мына 4 түні жасалған дұғалар кері қайтарылмайды. Олар Ережеп айының алғашқы түні, Шағбан айының ортасы, Қадір түні және айттың 1-ші күні деген. Аллах тағала адам баласын өзіне құлшылық етсін деп қана жаратқан. Олай болса, 1000 түннен қайырлы бұл түнде түрлі ғибадат жасап, нәпіл намаз оқып, Аллаға жақындататын іс жасаған абзал. Құран оқу өзі үшін, әке-шешесі үшін, туған туыстары мен барша мұсылмандар үшін дұға ету, күнәларынан тәубе ету, уағыз насихат тыңдау Алла тағаланың кешірімі мен мейіріміне апарар төте жол болмақ. Арабшадағы қадір сөзі қадірін білу деген мағынаны да қамтиды. Олай болса, қадірім артсын десеңіз, бұл түннің қадірін біліңіз. Бұл түні таң ағарып атқанға дейін Аллах тағаланың мейірімі төгіліп тұрады. Қадір түні істелуі тиіс ең таңдаулы амалдар. Сол күні кешкі ауызашарда дұға тілек ету. Құптан намазында 20 бас тарауих намазын оқу. Құран, хадис кітаптарын оқу, немесе пайғамбарымыздың өмір тарихын оқу. Қадір кешінде таң атқанға дейін 4 рәкат нәпіл намазы оқылады. Бұл 4 рәкат намазға былайша ниет етіледі. Раббым, ниет еттім, Рамазан айы қадір кешінде нәпіл намазын оқу үшін. Бұл намаздың оқу тәртібі: 1-ші рәкатта Фатиха сүресі, бұдан кейін 3 рет Қадір сүресін оқу. 2-ші рәкатта Фатиха сүресінен кейін 3 рет Ихлас сүресін оқу. 3-ші, 4-ші рәкаттарда жоғарыдағыдай етіп оқу керек. Немесе өзі білетін өзге де сүрелерді оқи берсе болады. Осы намазды оқып болған соң, Алла тағаладан өзімізге, барша адамзатқа, отбасымызға амандық, ризық несіп етіліп, бұл дүниенің және ақыреттің барша жамандығынан аман болуды тілеу қажет. Тәсбih тарту. Қадір кешінде тахажжуд қажет намаздарын оқуға болады. Бұл намаздар 4 бас етіліп оқылады. Қадір кешін мүмкіндігі болғанша ұйқысыз өткізу қажет. Алайда
бұл ұйықтап қалған жағдайда күнә саналмайды. Қадір кешінде ұйықтамаса болды екен деп уақытты құмар ойындарын ойнап немесе жағымсыз кинолар көріп бос өткізу күнә болып саналады. Осындай мүбәрәк кеште ата-ананы, алыс-жақын ағайын-бауырларды, дос-жарандарды құттықтап, арнайы сый-сияпат беріп, көңілдерін көтеру ең жақсы амалдардың қатарына жатады. Мың айдан да қайырлы қадір түнінде тілеген тілектеріміз бен құлшылықтарымызды Алла тағала қабыл еткей.